Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай миксерсіз үлкен отбасыға арналған осындай үлкен шоколадты торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біздің пирог жасайтын ыдысымыз құрғақ болу керек. Ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып салып, оның үстінен біздің құм шекерді саламыз да, екеуін осындай венчиктің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше осылай араластыратын боламыз. Оның үстінен ерітілген сары май, сұйық май және де сүтімізді салып, венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, мұздатқыштан болса да, бөлме температурасынан да болса да жарайды. Енді кезекте құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. 1 шай қасық разрыхитель, ұн және какаоның барлығын міндетті түрде елеуіштен өткізіп салып, барлығын бірге салсаңыздар болады. Немесе араластыруға ыңғайсыз болады десеңіздер, 2-ге бөліп салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, құрам ешқандай түйіршіктер қалмайтындай етіп араластырыңыздар. Бізде міне осындай өте әдемі масса шығу керек. Духовкамның осындай формасына пергамент қағазын төсеп, біздің массаны салатын боламыз. Және де лопатаның көмегімен, силиконды лопатаның барлығын тегістеп жайып шығамыз. Бірақ та бұндай формаға қою міндетті емес. Өздеріңізде дөңгелек форма немесе 4 бұрышты форма болса, соған салып та пісіріп алсаңыздар болады. Духовканы міндетті түрде алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен осылай зубочистка тығып көрсеңіздер болады. Құрғақ шықса, біздің пирогымыз пісті деген сөз. Бетіне 80 грамм сары май және 80 грамм қара шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп алып, бетіне әдемілеп сеуіп шығамыз да. Осылай пышақтың көмегімен ровно етіп кесіп, бетіне мен осылай фисташка жаңғағын әдемілеп сеуіп шықтым, бірақ та бұл міндетті емес. Және де бетін өздеріңізге ұнайтындай етіп сәндесеңіздер болады. Арахис жаңғағын немесе грек жаңғағын майдалап турап барлығын сеуіп шықсаңыздар болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәмі өте керемет болып шығады. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен әртүрлі чаттармен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Және де егерде пирогтарыңыздың влажный болғанын қаласаңыздар, шоколадты жақпай жатып, сүттің көмегімен пропитка жасап алсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен болған Арайлым.